Жазғы мектептің журналын қалай жүргіземіз? Өзіміздің логин паролімізбен кіреміз. Мына жерде дот деп тұрады орысша, немесе қазақша қбб деп тұрады. Соның үстін басамыз. Осы жерде басатын болсақ, пән мұғалімдерде осы жерде күнделікті өтілген сабақтар ашық тұрады. 8-ші сынып 1-ші топ, 2-ші сынып 1-ші топ деген сияқты ашылып тұрады. Қазір календарьды толтырып, журналды толтыру үшін журналға кіреміз. Осы жерден өзіміздің календарьны толтырып, журнал толтыратын сыныбымызды таңдаймыз. Журналдың үстін басамыз. Мысалға орыс тілі. Басатын болсақ, біздің мына сабақ күндеріміз кесте жарияланып қойған. 26, 27, 30, 31 күні сабақ деп көрсетіліп тұр. Осы жерді біз сабақ өтілді деп птичка ұрамыз. Және знание деген жерді басатын болсақ, осы жерде 10 балдық жүйе применетеміз. Осы жерге оқушыларымызға міне 10 балл деп мысалға баға қоятын болсақ, кәдімгідей күнделікке бағалаған сияқты бағалай береді екенбіз. Енді келесі осы жерден календарный тематический деп тұр. Күнтізбелік жоспарымызды басамыз. Сөйтіп осы жерге күнделікті тақырыбымызды және заданиямызды осы жерге жазып қойсақ болады. Жазғы мектепте үй тапсырмасы берілмейді.